8 қаңтар 1916 жылы Семейде дүниеге келді. Қайым Мұхамедханұлы ғалым, абайтанушы, қоғам қайраткері, жазушы, ақын, драматург, аудармашы және педагог. Қайым Мұхамедханов қазақ әдебиетінің абайтану мектебінің негізін қалаушылардың бірі, шәкәрім танушы және шәкәрім шығармаларын алғашқы насихаттаушылардың бірі, әрі жарыққа шығарушы, мұхтар танушы ғалым. Абай төңірегіндегі ақындар: Ақылбай Абайұлы Құнанбаев, Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаев, Мағауия Абайұлы Құнанбаев, Арып Тәңірбергенов, Көкбай Жанатаев. Әдебиет тарихы туралы зерттеулер. Қаракерей, Қабанбай Батыр, Мұхаммед Қайдар Дулати, Қадырғали Қосынұлы Жалайыри, Дулат Жырау, Шөже Ақын, Ақмола, Бұқар Жырау, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Жанақ Сағындықұлы және Махамбет. Абай шынында қазақ халқының тарихында ғана емес, мен айтар едім, бүкіл адам баласының тарихындағы ірі тарихи тұлға. Қайым Мұхамедханов Семей қаласындағы Абай мұражайының негізін қалаушы. Абай Құнанбаев әдеби мемориалдық мұражайы 1979 жылы Абай қалалық атқару комитеті мәдениет бөлімінің бастамасымен қоғамдық негізде ашылды. Мұражайдың жалпы көлемі 240 шаршы метр, экспозициялық 210, қор сақтау 15 шаршы метр. Экспозициялар: Абай Құнанбаевтың өмірі мен қоғамдық қызметі, ұлы ақынның шығармашылық мұрасы, Абай және қазіргі кезең, Шерубай Нұра, Абай қаласының аяғы тарихы. Абайдың ақын шәкірттері: Ақылбай Абайұлы Құнанбаев, Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаев, Тұрағұл Абайұлы Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Әрхам Ысқақов, Мағауия Абайұлы Құнанбаев. Хаттар сөйлейді. Бұл шығармада Қайым Мұхамедханов Абай дәуірінің ақындары арасындағы хаттарды зерттеп, сол хаттар арқылы олардың дүние танымы туралы тың мәліметтер береді. Қайым Мұхамедханов Абайдың өмірін, шығармашылығын зерттеген тұңғыш абайтанушы. Ол Абайдың 31 шығармасын алғаш жариялап, Абай энциклопедиясын құрастырды. Абайдың інісі Алаштың ірісі. Абайдың інісі дегені Абайдың жолын жалғастырып, оның мұрасын зерттеген, насихаттаған адам деген мағынада. Алаштың ірісі дегені Алаш қозғалысының идеясын көтеріп, ұлттық рухты тәуелсіздік идеясын ұлықтаған ірі тұлға деген мағынада.